соңына дейін осы жағдайды комментировать еткім келген жоқ, достар. Бірақ бірінші осы жағдай хайп болып кеткен кезде ойыма келген нәрсе емес, ойыма келген адам ол Тимур Балымбетов. Көп интервьюерлер, журналистер осы Тимур Балымбетовтен үлгі алса екен деген ойым бар. Өйткені кезінде Сеймо Россиядағы бәріміз білетін атақты конкурсқа қатысып келгеннен кейін интервьюларын қарасаңыздар, Сеймоның ол өкпелі болды Назимаға. Бірақ шатасу мүмкін Назима жайлы или өзінің ажырасып кеткен күйеуі жайлы интервью бергісі келді. Солай өзінің тегін іштегі өкперенішін солай интервью арқылы айтқысы келді. Біреуді жаман атты қылғысы келді, былайша айтқанда. Бірақ Тимур оған айтты, не қыласың? Ондай жасамай-ақ қой деп өзінің ақылын айтты да тоқтатып қойды. Өйткені Тимур Балымбетовтың интервьюлерін қарасаңыз, келген қонақтарын қарасаңыз, дәрежесі жоғары. Өсек аян, біреудің минусын айту, көпшілікке жария ету емес. Біздің дінімізде де айтады, біреудің күнәсін біреуге айтпа деп айтады, біздің дінімізде де, иә. Бекер емес оның барлығы, өйткені біз не жайлы айтатын болсақ, біздің дәрежеміз сол жерде тұра береді. Бұл жерде барлығы сол немесе Дариғаны айтып жатыр, немесе оның күйеуін жақтап жатыр, иә, екіге бөлінді көрермендер. Бірақ журналист жайлы ешкім айтып жатқан жоқ та. Журналист те дәл осы Дариғаның киносы шығайын деп жатқан кезде шығарып жіберіп тұр да, выпускты. Ол біліп тұр, потому что қаралымның көп болатынын. Пайдасын көріп тұр, өзінің пайдасын ойлап тұр, бірінші очередь. Ары қарай жұрттар бір-бірімен қырыла берсін, біреу жаманатты бола берсін, оған бәрібір. Любой адам қателік жасайды, ешқандай кінәсіз адам жоқ, минуссыз адам жоқ, барлығымыз қателік жасаймыз. Біреудің қателігін тергенше, өз-өзіңмен күрес өлгенше деп Абай атамыз айтқан беді. Шатаспасам, иә? Абай атамыз айтқан сияқты. Сол сөздердің мәніне тереңірек үңілсек екен деген менде ниет. Жақсы нәрсе айтайық, айтатын әңгімеміздің дәрежесін өсіруге тырысайық, өсек аяннан аулақ болайық, білімге ұмтылайық, пайдалы подкасттар көрейік. Тимур Балымбетовтың подкасттары маған ұнайды, мысалы интервьюлары. Дина Төлепбергеннің жалпы жасап жатқан дүниелері ұнайды маған. Сол өзімізді дамытатын, білімімізді арттыратын, өзімізді жақсы бір дәрежеге шығаратын нәрселерге қызығайық, достар. Соған шақырғым келеді сіздерді.